Сәлем көрермендер, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз жаңа жылға таптырмас тіске басар немесе закуска жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажет болады 3 болгар бұрышы. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай болгар бұрышын духовке салып аламыз 30 минутқа. Оны шыққаннан соң осылай ыстық күйінде фольгамен бетін жауып қоятын боламыз. Себебі оның қазір болгар бұрышының сыртын ашып, ішіндегі тұқымдарын алып тастау үшін. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай барлығы түсінікті. Міндетті түрде ыстық күйінде бетіне фольга жауып қойыңыздар. Себебі қабығын алғанда оңай және жылдам алынады. Бұл тіске басар жылдам және оңай дайындалады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай болгар бұрыштарын осылайша ұзынша қылып кесіп аласыздар. Ішіндегі тұқымдарын міндетті түрде тазалаңыздар. Және де болгар бұрышының үлкен етті пісіргенде қатты кішкентай болып қалмайтындай болгар бұрышын алыңыздар. Және де арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай бізге салмасы қажет болады. Ол үшін бізге 2 тісше сарымсақ, жарты шай қасық тұз, 2 ас қасық зәйтүн майы, 1 ас қасық 9% уксус керек болады. Осының барлығын жақсылап араластырып, қазір болгар бұрыштарымыздың үстіне салатын боламыз. Бұдан бөлек, егер сізде көкөніс, укроп немесе петрушка болса, аскөктер болса, оны салсаңыз да болады, өте дәмді шығады. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай дайын салмамызды болгар бұрыштарының үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Және де дайын болған болгар бұрыштарымыздың бетін жауып, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып алыңыздар. Сол кезде одан әрі өте дәмді болып шығады. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай құрғақ табада осылай нанымызды кептіріп алатын боламыз. Қазір бейнеде барлығын көресіздер. Бұл нандарды кептірген себебіміз қазір осы дайын тұрған болгар бұрыштарымызды осының үстіне творожный сырмен жағып, әдемдеп дастарханымызға ұсынамыз. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай осылайша болгар бұрышынан жасалған тіске басарымыз дайын. Сіздерге де осылай жасауға кеңес беремін. Жаңа жылдық кешке таптырмас, өте жылдам, оңай тіске басар. Және де арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.
бейнені соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.